Сәлем, қалайсың? Мен Әлімжан Асқаров. Бұл не жаңалық бағдарламасының 4-ші шығарылымы. Елде және әлемде орын алған басты жаңалықтарды бірге талдаймыз. Келе жатқан тәуелсіздік мерекесі құтты болсын, құрметті көрермендер. Шымкент қаласы ТМД елдерінің мәдени астанасы атанды. 2017 жылы Сочиде бұрынғы Кеңес одағы елдерінің президенттері бас қосқанда достастықтың мәдени астаналары мемлекетаралық бағдарламасы қабылданған. 2018 жылы Астана Арменияның Горис қаласы болды. Ал биыл Беларусьтік Брест атанды. Енді 2020 жылғы эстафета шырайлы Шымкентке табысталды. Ассаламу алейкум, братва, ТМД астанасы наш. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысында көршілес елдің экономикасына $1 миллиард астам қаржы салғанын айтты. Тоқаевты жеке өзі емес, қазақ халқы Қазақстан Республикасы Қырғызстан экономикасына $1 миллиард астам қаржы салғанын айтты. Біздің тауар айналым 3-ші жыл қатарынан тұрақты өсімді байқатып отыр. 2015 жылдан 2018 жыл аралығында өзара сауда көлемі 30%-ға өсіп, $900 миллион құрады. Қазақстан ең ірі инвесторлардың бірі, яғни Қырғыз экономикасына $1 миллиард астам қаржы салды. Әмин сөзін дауыстап айтқан атыраулық мұсылман 505 мың теңге айыппұл төлейді. Бұл Қазақстанда журналистика ширк деңгейде екенін тағы бір дәлелдейтін жаңалық. Егер бізде журналистика бар деп айтудың өзі ұят болмаса, тақырып кликбейт үшін арнайы жазылған. Бұл жаңалықты қазислам.kz сайтына сілтеп Бақ.kz пен Айқын.kz елге таратты. Әмин сөзін дауыстап айтқанға бола $500 миллион теңгеден қағылу не сұмдық деп ойлап қаласың. Бірақ жаңалықты толық оқып шықсақ, гәп мүлдем басқада екен. Атырау қаласы Иманғали орталық мешітінде намазда имамның артында тұрып, әмин сөзін дауыстап айтқан Салауат Досмұханов өзіне ескерту жасаған мешіт қызметкерлеріне дөрекі мінез көрсетіп, айғайлап сөйлеп, олармен жағаласып алысқан. Міне мәселе осында. Оған жай ауызша ескерту жасалған, әминді дауыстап айтудың қажеті жоқ деп. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Республикалық Ислами діни бірлестігі мешіттердің ішкі тәртіп ережесіне сәйкес Алла үйіне келушілер Ханафи мазхабына сай құлшылық жасауға, намаздағы әмин дұғасын іштей айтуға міндетті. Ол мұнымен мүлдем келіспеуге болады. Ешкім оны мешіттен ол үшін қуып шығармайды, кіргізбей де қоймайды. Ондай фейс-контроль еш жерде жоқ. Бірақ ауызша ескертуге дөрекі мінез көрсетіп, айқайлап сөйлеп, жағаласып алысу әкімшілік құқық бұзу санатына жатады. Сол себепті Қазақстан Республикасының кодексінің 490 бабының 8 бөлігіне сай Досмұханов кінәлі деп танылып, әкімшілік жаза ретінде 505 мың теңге айыппұл төлеуі қажет. Бұл жерде мәселе әминді сырттай айтуда емес екенін түсіндік. Қарапайым тілде қайталасам, мен кітапханаға барып кітапты дауыстап оқыдым дейік. Қасымдағы оқырмандарға кедергі жасап жатқанымда ескерткен кітапханашыға дөрекілік танытып лас сөздер айтсам, мен айыпты болам. Дөрекілік үшін айыпты болам. Қомақты қаржыдан қағылуым да мүмкін. Бірақ ертең сайттарда кітапты дауыстап оқығандықтан $500 миллион айыппұл төледі деп жаңалық шықса, мүлдем дұрыс емес. Сол сияқты бұл ақпарат та қате. Әмин сөзін дауыстап айтқан үшін емес, мешіт тәртібін бұзған азаматқа 505 мың теңге айыппұл салынды деп жазылу керек еді. Бір қызығы, дереккөз қазислам.kz сайтында дәл солай жазылғанда. Тараз қаласының жаңа әкімі тағайындалды. Қызметке 53 жастағы Айтқазы Қарабалаев келді. 21 қарашада Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тараз қаласының әкімін қызметінен босатуды тапсырған еді, осының алдындағы әкімді. Жамбыл облысының әкіміне Тараздағы 12 жастағы мектеп оқушысы зардап шеккен оқыс оқиғаға байланысты және жұмысында жүйелік кемшіліктер жіберген үшін Тараз қаласының әкімін қызметінен босатуды тапсырдым. Облыс әкіміне ескерту жасадым. Президент жеткізіп отырған жайт қарашада орын алған. Таразда 7-ші сынып оқушысын мектеп аумағында дәретханада зорлап кеткен. Мектеп ішіндегі әжетхана дұрыс жұмыс істемеген және білім ошағының аумағында 1 сағат бойы жүрген бөтен адамға ешкім назар аудармаған. Күдікті ұсталып, тергеу изоляторына қамалды. Полицияның мәліметінше ол 19 жыл бұрын әйел зорлаған үшін 4 жыл түрмеде отырып шыққан. Бүкіл елді шулатқан оқиғадан кейін Жамбыл облыстық білім басқармасының басшысы, мектеп директоры, мектеп инспекторы және бірнеше мұғалім мен білім ошағының қызметкері жұмыстан кетті. Қала әкімі де орнын босатты. Енді оның орнына Айтқазы Қарабалаев келді. Ол кісі ақындық өнерімен де танымал. Қарабалаев өлеңдерін сүйіктісіне арнаған. Сүйікті елбасына. Дара тұлға нұраға деген өлеңін оқып берейін. Дара тұлға нұраға. Қабыл алыңыздар. Мәреге бірінші кеп сүрінбестен,
Ел едік дінім, тілім дескен. Нұраға сенің атын тәуелсіздік. Күн өтті бодандықтың күйін кешкен. Нұраға нұрлы күндер шуақ берсін, жанына шадыраған шырап келсін, елімнің егеменді егесісіз, халықтың ақ батасы қуат берсін. Бар құсық білейшідан да өлең болмайды екен. Сарыағаш қаласына Назарбаев атындағы ислам орталығы ашылды. Орталық Назарбаев атында, бірақ елбасының құрметіне емес. Оны марқұм інісі Сатыбалды Әбішұлы Назарбаевтың есімімен аталды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлы Тимур Қасым-Жомартұлы әкесінің атын енді дефис арқылы жаза алады. Түсіндірем. Осы күнге дейін, егер баланың әкесінің аты қосар есім болса, мысалы Асан Әлі болса, дефиспен жазылса, бала құжатына Асанұлы немесе Әлиұлы деп берілетін. Я болмаса дефиссіз Асан Әлі ұлы болып бірге жазылатын. Басқаша жазу орфографиялық қате ретінде саналатын. Мәжіліс депутаты Майра Айсина Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға дәл осындай өзгерістер енгізілгенін хабарлайды. Мем қызметкерлер осы айдан бастап жұмыста қайтадан смартфон пайдалана алады. Мем қызметкерлер енді қайтадан сапалы мем жасауға көшеді. Айырып тастай беретін болдым ау деймін. Смартфондарды мемлекеттік қызметкерлерге қайтаруды Тоқаев тапсырды. 2016 жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлерге смартфон, планшет және смарт сағаттарды пайдалануға тыйым салынған еді. Бұл шара ресми ақпараттарды таралып кетуіне байланысты қабылданған, таралмасын деп. Бірақ Тоқаев өз Инстаграм парақшасында лайк көбеймей жатқанын байқаған сияқты. Оған мем қызметкерлер жұмыста отырып, әлеуметтік желіге кіре алмай қалдым деп сылтауратып жүрген көрінеді. Енді бәрі де жақсы болады, Тоқаев мырза. Шамалғандағы оқиғадан кейін жүргіншілер көпірінің құрылысы басталды. Қазақстанда бір нәрсе жасалу үшін бірінші адам өлу керек. Алдын алу деген сирек кездеседі. 15 қыркүйек күні Екатеринбург-Алматы тасжолының 2449 шақырымында Шамалған станциясында қайғылы оқиға болған. Автобус жүргізушісі дабылға қарамастан темір жолға өтіп кетіп, нәтижесінде автобус пойызбен соқтығысқан. Апат салдарынан жүргізуші қаза тауып, 3 адам жансақтау бөліміне түсті. Бүгін өткелдің құрылысы басталды. Жұмыс келер жылдың мамырында аяқталады. Аспалы көпірде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған лифт қарастырылған. 15 наурыз енді Орталық Азия күні. Қазақстанда тағы да бір мерекелі күн пайда болмақ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ташкентте Орталық Азия мемлекет басшылары креативтік кездесуінде барлық мемлекет басшыларын жаңа мереке 15 наурызды Орталық Азия күні ретінде белгілеуді шақырды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы әйелдер вагоны мен купесін енгізу туралы ұсынысқа жауап берді. Ұлттық компания төрағасының бірінші орынбасары Қанат Әлмағамбетов әйелдер вагонын енгізу тиімсіз дейді. Ол бұны қазір жүзеге асыру мүмкін емес деген пікір білдірді. Бұлайда вагондар жетіспейді. Бұл өте қымбат. Біздегі ең қымбат вагондар Тальго. Себебі оларға сервистік қызмет көрсетіледі. Бұл мәселе неліктен қозғала бастады? 2018 жылғы қыркүйекте Тальго пойызының жол серіктері Нұр-Сұлтан қаласынан Ақтөбеге бара жатқанда жас әйелді зорлаған. Ол Ақтөбе облысының тұрғыны. Кейін сот жол серіктер Үмбетәлиев пен Құрманиязовты кінәлі деп танып, оларды 2,5 жылға бас бостандығынан айырды. Мұндай жайттар қайталанбас үшін әйелдерге бөлек вагон жасалу ұсынысы түскен. Тым болмаса бөлек купе қарастырылса деп сұрады адамдар. Мұндай купелерге қатысты сұраққа жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы сервис және клиенттермен жұмыс департаментінің директоры Әлібек Сұлтанов жауап берді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінен келіп түсетін талаптар тасымалдау ережелері бар. Егер министрлік тасымалдаушыда әйелдер купесі болу керек десе, онда орындаймыз. Қазір мұндай бастама қарастырылып жатқан жоқ. Осындай шара компанияға көп шығын әкеледі. Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов ауыл мұғалімдерін электронды күнделік толтыру міндетінен босату керек дейді. Интернет жоқ ауылдарда электронды күнделікті толтыру қисынға келмейді. Мұғалімдерді мәжбүрлемеңіздер. Интернеттің жылдамдығы төмен болғасын мектепте түнде жұмыс істеуге тура келеді. Тіпті кейбір мұғалімдер көрші ауылға барып толтырады дегенді естідім. Мұндай бассыздыққа жол берілмесін. Егер интернет болмаса, мұғалімдерді күнделік толтыруға мәжбүрлемеңіздер. Жоғары жылдамдықты интернет болмаса, мен электронды күнделікті толтыруға ауылдарда тыйым саламын. Солтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының басшысы өз кезегінде бұл проблеманың шынымен бар екендігін растады.
Мектептерде интернет бар, тек ауылдарда жоқ. Ата-аналар балаларының бағаларын көре алмайды. 25 мектепте біз электронды күнделіктерді толтыруға қойылатын талаптарды алып тастадық. Қасым-Жомарт Тоқаев Германияға сапар алдында Deutsche Welle неміс телерадио компаниясы тілшісі Жанна Немцоваға сұхбат берді. Сұхбат барысында президент Қазақстанда жеке басына табынушылық жоқ екенін және елді анти-қытайлық майданның аумағына айналдырғысы келмейтінін айтқан. Сонымен қатар Тоқаев елдегі митингілерде полиция наразылық білдірушілерге ешқандай арнайы құралдар қолданбағанын айтты. Қазір жалғыз пикеттер үшін ешкімді жазаламайды. Сізге айтайын, мұнда демонстрациялар болды, бірақ ешқандай полиция арнайы құралдар қолданбаған. Менің нұсқауыма сәйкес. Тіпті ашық арандатушылар болғанын өзінде тек оларды жалаң қолдарымен ұстап алып кетті. Керісінше полиция олардан зардап шекті. 10 шақты полиция қызметкері ауруханаға жеткізілді. Еуропадағы жағдайлармен салыстырып қараңыз. Олар арнайы құралдар, зеңбіректер, таяқшалар қолданады. Мұның бәрін біз теледидардан көріп отырмыз. Сондай-ақ журналистің Қытайда ұйғырлар мен қазақтарды саяси тәрбиелейтін лагерлер бойынша сұрағына Тоқаев былай деп жауап берді. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары ұсынған көптеген хабарламалар шындыққа жанаспайды. Қалай болғанда да этникалық қазақтарға қатысты осы тақырыпты төңірегінде ушығулар бар. Біз бұл геосаясаттың бір бөлігі екенін білеміз. Өйткені Қытай мен ақш саудасы арасында қақтығыс бар. Қытайға қарсы санкциялар жойыла ма, жоқ па уақыт көрсетеді. Бірақ Қазақстан жаһандық анти-Қытай майданының аумағына айналмауы керек. Құрметті көрермендер, бұл жаңалыққа байланысты пікірлеріңіз қандай? Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтқан сөзі қисынға келе ме? Пікірде жаза кетіңіздер, біз сіздердің әрбір комментарияларыңызды міндетті түрде оқимыз. Осымен не жаңалық бағдарламасының 4-ші шығарылымы аяқталды. Түсірілімге қолдау білдіріп, локация ұсынған Жамбыл кітапханасына алғыс айтамыз. Лайк басуды ұмытпадыңыздар. Мына жердегі батырманы бассаңыздар, топқа тіркеле аласыздар.